Ассалаумағалейкум, сіздермен 234 кезет сайты және Мото Қазақстан. Бізде былтырдан бері жалғастырып келе жатқан бір салт дәстүр деп айтуға бола ма, сондай бір неміз бар. Алыста жатқан клиенттерге осы Алматыдағы техникаларды көрсету үшін апта сайын жасап тұрамыз. Бүгін болатын болса 2025 7 айдың 1 шілде міне. Нақтылы Алматыда Мизан базарында қолымызда бар техникалар. Міне түрлі түсті техникалар бар. Егерде қандай бір техника сізді қызықтыратын болса, соны скриншот жасап маған айтуларыңызға болады. Қазақстандағы ең арзан бағамен, оптовый бағамен кез келген қалаға доставка жасап беремін. Бұл жерде мен дүкенім бар, білесіздер, Мото Қазақстан 234 деген. Оған айрым тоқталатын боламыз. Қазір бізде не бар, не жоқ, міне бірінші дүкеннен бастадым. Мына жерде міне жақсы дизайндағы электр мопедтер. И мынау бар, міне төбесінде жаңбырдан қорғанатын заттар бар, міне балаларды садикке немесе күрерге. Міне ешкімде жоқ. Мына жерде міне қозғалады. Жапондардың анау Ямахаларына неғып ұқсатып жасаған ғой. Күрер сөңкелері міне жерде өзінде бар екен. Міне ой, ашылмайды. Міне, в общем, қызыл, көк, сұры светтері бар. И сосын кейін Индияның міне мынасы бар, міне. Мынамен міне оппана, мынау не дегенде ға? Міне электронный шток екен. Алдыға, артқа жүреді енді. Мынау жаңағы несі? Адам бір алдының өзіне 3 адам, артына 3 адам, 6 адам отырылады. Саяхатқа қойсаңыздар болады, немесе бір жақын аралықтарға таксишілік жасасаңыздар болады. Дүгдүк дейді ғой, Индияда дүгдүк дейді, Пакистанда бұлар өте көп. Сосын міне мынау қаланың ішінде ауыр жүктерді, жаңағы пароходы немесе басқа қалаларда жаңағы өзіміздің мөшектерді жан-жаққа тасып алуға арналған осындай бір электр не бар. Мынаны іздейтін кісілер болады. Ал одан кейін великтер енді. Өз басым великтерден қатты шарт етпеймін, бұларға қатты тоқтала алмаймын. Бұлардың артықшылықтары, не жайлы, бағалары қалай бұларды білмеймін. Енді сіздер жақта жоқ, мынау бар екен. Екі дөңгелектің бәрі басқа жерлерден табылады. И одан кейін міне электр трисиклдер. Міне осындай жаңбырдан қорғайтыны бар. И мына жерден басып шығып төбеге де зат артуға болады екен. Бұда 6 аккумулятор. Мынаның характеристикасы 45 аккумулятордардан 6 есептей беріңіз, арғарай шығарады. Мафоны, телефон держателі өзінде. Міне мынаның өзі машинаның кілті сияқты, міне тема жасаған кілтін. Мынау істейді, мынау моторшегімен. Мына екеуі де ұқсасады. Мына сияқты самокаттар тұр екен, енді бұл анша қызықтырмайды. Енді великтер биыл ғана қосылды бізге. Бұрын велик жоқ болған, велик түр-түрмен. Сосын кейін индуралар. Сақ бар мына жерде. Бек суда деген. Биги суда дей ма, сондай индуралар міне. Индуралар түр-түрмен. 250 көп, 300 көп. Алфа сияқты модельдер бар. Мына сияқты мопедтер бар. Биыл мопед арзан, қымбат қалып керек емес. Сұраңыздар, немен сөйлесіңіздер. Мопедті өте арзан бағада беретін боламыз. Не мопедтер. Электр великтер. Ассалаумағалейкум, көрші қалыңыз қалай? Көрші ең арзан қанша болып жатыр? Көрші ең арзан 80 мың болып жатыр. Қайсы 80? SK8 80 мың теңге. Қызылы бар, қарасы бар, ең көп сатылады. Серия бар. Мынау монстр қаншадан? Монстр дей ма, немене бұның аты? Мынау. Бұл оптым 310-нан. Оптым 310-нан. 2 батыр екен. 60-та 30 1200 болды. 150 километрға дейін жетеді? 110-нан қайта беш? 110. 110. 110 десе слишком болып кетеді. Болды. Одан кейін міне Максилар 3 багажнигімен. Z-Max, E-Max дегендер. Мына модель бізде ғана бар.
Moto Қазақстан 234. Осы мопедті алған адамдар енді көшедегілер таңғалдыруға болады, ешкімде жоқ бұл. Сосын кейін мынау менің дүкенім, Moto Қазақстан 234 кезет. Жазылып аламыз, YouTube канал көресіз ба, TikTok көресіз ба, Instagram көресіз ба, жазылып аласыздар. Өйткені жазылып алсаңыздар, қалталарыңызда 1-200 теңге үнемделеді. Мотоциклді де, мопедті де, запчасты да арзан алуларыңызға болады. Өйткені менің мақсатым, менің ойым халықты жақсы техникамен, жақсы бағамен қамтамасыз ету. Халықты езіп, қанап, тонау деген жоқ. Мыналар құлагер біздің өз брендіміз. Сәлем салып жатыр. Невреу мотоциклді сұраған кісілерге 200 мыңға бере салам. Оригинал. Бейтесін. Мен аккумуляторын біреу отырғызсапты. Ашып сап кеткен ғой. Жоға. Бір басасын оталып тұр. Бір басасын бір ете қалады ғой. Сосын кейін міне біреуді отправкаға жіберіп жатырмын бүгін міне. Менен көбінесе осындай оригиналдар сұрайды. Бағасын айтпай қойын, комментарийға жазып алыңыздар, қаншаға сатты деп ойлайсыздар. Мынаны 370 мыңға бере салайын деп отырмын, 200 көп. Өз дүкенінде енді қатты бір техникалар тұрған жоқ, өйткені мына жерде өте аз орын, бір 20-30 ғана техника сиет. Ал мен дізетін болсам жерге 150-200 техника дізуім керек. Сондықтан көбісі складта жатыр. И мына модель бар бізде, учетпен. Мына не деп атайды? Вайва дей ма? Сондай, в общем. Енді көп бір артықшылықтар жоқ. Мынау ешкімге ұқсамайды. Мынау SK8. Міне біреулер Maxi Sport деп сатып жүрді. Не, осындай түрдері бар. Асың ойып қалса. Дугати. Қытайдың Дугатилары. Гос нөмірмен келді осы жолғысы. Гос нөмірмен бағасы қымбатырақ болады. Бұл да өзімізде ғана бар. Басқа ешкімде жоқ. Осы маңайда қарасаңыздар. И мынаның тағы да варианттары бар. Сосын биылғы келгенде қазақша Лефардтың қазақшасы Барс. Лефардтардан жақсырақ болады. 2 аккумулятормен жүреді, компьютер 1800. Биылғы электр веліктердің патологы деп айтуға болады, ең жақсысы. Міне, бұлай да қараңыздар. Каскысы, несі, айнасы өзінде жүреді, заводский айнасы. И мұндай достықпен де жүреді. Ал мына жақта ал моторлар. Түрлі түсті индоралар бар. Енді ал моторды көп адамдар білуі мүмкін, өйткені көп қалада бұның филиалдары бар. Гос нөмірмен де бар, без гос нөмірмен де бар. Сосын 200 күп индора тек қана ал моторда, басқа ешкімде жоқ. 200 күп индора тек ал моторда ғана болады. Енді осы салада бармыз, жүрміз, кімнің не әкеп, не қойып атқанын білемін. И мынау ал мотордың жаңа модель Лифанның заводынан шыққан. Мынау оригинал мотор. Ал мотордың дәл осы моделі оригинал мынау. Сосын қайқы белдері, насияқылары. Қандай да бір техника қызықтырады, скриншот жасап, WhatsApp 8707 730 0952 сол WhatsAppқа жазсаңыздар болды. Сосын мына жерде елтемдер міне. Елтем жақсы көретіңіздер. Елтем M17, елтем M14 міне. Елтем бұл жыл сайын модельдерін жаңартады, ең жақсы жаңалықтарды қосып отырады. Міне фарларын қарасаңыздар да бәрі әдемі. Сосын міне M19, M9, сосын кросс модельдер бар. Бір кезде хит болып, қайтадан жоқ болып кеткен бір модель бар еді. Не бустерде бар. Негізі осыны алған дұрыс. Міне жерге дейін, шизина міне жерге дейін келеді, ошым. Ер адамдарға, ошым бір жерін суық ұстамауға әдемі. Қыста да міне береміз ғой енді. Қыста малың жоғалып кетеді, үйтеді. Жылқымен іздеу қайдан. Мотоциклмен ұрамыз қысы жаз демей.
Сондықтан осындай круиз модель алсаңыздар жақсырақ. Дизайн да әдемі, тамаша. Мына Байге деген. Байге елтем енді бұлар бірге бір бренд. Сосын биыл мына дизайнды қосты. Мынау биыл келді. Бұрын болмаған. 125 куб. Типа Алпаға оқсайды, Алпаның бір не түрі деп айтуға болады, VIP түрі деп айтуға болады. И сосын кейін міне мына сияқты түрі бар. Мынау анаған ұқсамайды екен. Міне мынау да биылғы модель. Ешкімде жоқ модель, өз жерде ғана. Күлшақты мына жерге шығарған міне. Улар. Мына жерде мындай несі бар, фарның защитасы бар, міне сондай. И содан кейін ішке міне Бәйге, Улар. Улар мынау Улар S8 деген 300 куб. Водяной, масляный радиатор ма сондай. Міне оларда да әдемі нелер бар. Мынау тіпті 20 литр бар ғой деймін мынаның багы. Багы ең үлкен индура екен. Мына жақтағы елтемдерді көрсеттім ау сіздерге. Көрдіңіздер. Мына жаңа круизтың жасылы. И сосын кейін бұл жерде Францияның ба, Германияның ба мына сияқты оригинал майлар бар. Бренд. Осы майдан салып бере аламыз міне. 2 литрден жүреді, септің несі жүреді, в общем, бәрі жүреді. Сосын бізде биылғы жаңалықтың бірі оригинал Hondaның дүкені келді. Бұл жерде енді баға өте қымбат, бірақ Hondaның дилерлігін алды. Пока мына сияқты брендтермен жұмыс жасап жатыр. Мынада госнөмір қоюға болады. Сразу госнөмір. Мынау ешкімде жоқ, тұр индура. Міне. Қызықтырса скриншот жасаймыз, жібереміз. Міне жерде мопедтер тұр, міне. Мына мопедтер уже адамдар қызықтырмай кеткен ғой. Мінді. Адамдар біледі бұның сапасы қаншалық екен. Бұл жерде әдемі нәрселерді көрсетейін. Шаңнихау. Жұбо. Жұбо ма? Сосын міне Hondaның, міне оригинал Хондалар осы. Миллионның үстінде мотоцикл іздеген кісілерге міне оригинал Honda. 1.250.000 сондай міне. Таза Hondaның өзі. Міне Honda. И мындай модель міне. Шиндайанжу Honda дейді. Қытайда шығып жатқан Хондалар, бірақ Жапон техникасымен істейді. И сосын кейін міне мына сияқты индуралар да бар міне. Honda, таза Honda. Мынау 190 куб. Це пайлянсы. Це пайлян. 200 куб екен. И сосын Дайын дегенде жақсы ферма. Типа Қытайда осы Hondaның конкурент деп айтуға болады, спорт байығы бар. Бәрі госнөмір шығарасыз. И сосын кейін мопеті міне Hondaның. Міне биылғы потолок жаңалықтардың бірі міне. Мыналар енді міне дамып кеткен үшін. Оның бәрін оталдырып айтып кететін болса, мына видео бітпей кетеді. Міне Hondaның мына модельдер де бар. Мынадарды сіз мына жерін скриншот жасайсыз да интернеттен іздейсіз бағасын. Сосын өзімізде бар, Қазақстаннан кеп алуларыңызға болады. Сосын мына модель. Сұраймыз, жазамыз. Honda. Сосын міне электрлар, лефарттар. Жиналатын түрлері бар. Қаншада мынау? 140 мың теңге. 140 мың теңге міне. Автобусқа сала бересіз. Мыналар қаншадан? Мынау 240. Бағалар түскен 350-400-ге дейін шыққан бұлар. Баға кетті арзандады қазір. И мынау монстр деп жүрген осы ғой деймін. Мынау жиналады жан жаққа. И мына сияқты электр нұсқасы менде бар. Мынау да бар, анау да бар, в общем. Не сұрайсыздар? Маған жаза бересіздер. Ешқандай делдалсыз, жаңа көрдіңіздер, сатушыдан тікелей сұраймын, мен бағасы қанша деп. Оған бір 5 теңге, 10 теңге қосып ондай жоқ.
Міне Лефарттың өзі. Лефарт қанша болып жатыр? Қаншадан? Лефарт. Розница қаншадан сатып жатсыздар? Ой, мынау ше? Иә. 270 еді. Бұрын қаншадан саттыңыздар? Эфир ғой. Мына мопедтер ше. Мынау да электр ма? Электрический. Қаншадан бұлар? 230'dan. 230'дан. Міне, в общем. Қайсысы жақсы кетіп жатыр? Ар жақта бар деңізші. Все, міне қандай қызықтырады. Не қызықтырса сол бар ғой. Міне жалпылама сатып жатқан нәрселер бір-біріне ұқсайды, қатты бір үлкен айырмашылық жоқ. Не біреу M8 Pro дегендер бар екен. Мынау былтыр хит болып, биыл в общем онша болмай қалды. Танктың моделі. Одан кейін трициклдер міне. Түр-түрмен 130, 120, 180. Бұның компьютеріне қараңыздар. Мотордың движоктың күшіне қарау керек. 1000, 1800, 2800 сол сияқтарды алу керек бұлардан. Одан аккумуляторына қарау керек. 45-тік, 50-тік, 70-тік деген сияқты. Түр-түрмен міне трициклдар. Не, мыналардың көбі мына фарлары жоқ, мына сияқтарды сап бермейміз. Егер сіздер алатын болсаңыздар, мынаның бәрі абрезисте тұрған тауарлар. Новый жаңағы салафаннан саламыз егер. Міне трициклдар. Сосын міне жаңадан келген мына STS деген. Мынау жаңадан келді. 250 көп міне. Сумен салқындатады, антифризбен салқындатады. В общем, антифриз қоясыз. Мотордың жан-жағын бірақ айланып жатады. Мынадардың ортасында қуыстық болады. Соған су түсіп, в общем, суытады. 1,5 тонна, 2,5 тонна смело тартады. 300 көп мынадан мотор сұмдық. Алды қос амортизатор, арты қос дөңгелек. Міне асты. В общем, тема. Енді міне жақтарды көрсетейін десем. Үлкейген базар. Осы базардамын ғой. Маған сатпақшы адамдар. Міне. Мына өзгеше екен. Мына кілтін ашып тастап кетіп қалыпты біреу. Жауып қояйық. Балалар садикке тасуға әдемі көптер. Мынау көп ешкімде жоқ екен. Мынау бар екен мына жерде. Міне. Сосын кейін мынау бар. БТМ, КТР'дің жаңа нұсқасы. Міне, в общем. J6-тар тұр. Мына жерде енді чаң қатты, ана жақта машина өтеді, бүкіл Алматы машинасы өтеді. Любой техника бүгін құрап, бүгін далаға шығарсаң чаң басып қалады. Мынау міне ешкімде жоқ, міне квадроцикл өз жерде ғана бар. Азия Раптор, квадроцикл, міне ресоры бәрі бар, в общем. Алдыға, артқа жүреді. Побеждение деген бірдеңелер бәрі бар. В общем, квадроциклге қандай артықтар қосуға болады, бұда соның бәрі бар. Антифризбен де су өйді, электронный читок, бағы да үлкен. Мотор міне мынандай. Поршынын көрдің бай, өте дәу. Кардан қой деймін бұл, қазір көрейік артчаға. Кардан екен, в общем, кардан. Доңғалақтардың размерлері де дәу. 10-12 дейді. В общем, диаметр де сұмдық дәу. Арт жағы міне мына сияқты. Өзі көтеріп тастайды. Өзі төгеді. Қызымды көрдіңіз ба? Көтеріп тастайтыны. Мына жерде бір башөгі жүр. Мынау жаңа гидроверінің башөгі. Аккумулятор мынандай. Мына жағы міне мынандай. Енді общий дизайн бір көрсетіп жіберейін. Общий міне мына сияқты. Одан кейін мына жерде бір ё-майо. Тумфаң деген. Жоға. Тумпен дейді. Мынау 300 көп бар ғой деймін. Фарасын қара.
Әне трицикл. Нағыз бордың істететін техникалар ғой. Лобовоймен бар, мына төбесінде мынасы бар. Мафон сафон енді любой техника қоса беруге болады. Несі биік екен бір бұл. Бұқа тасуға болады. Бұл да антифризмен тоже. Міне. Бензин сколько? Ал, эфир ғой, эфир. Мото Қазақстан ғой мен дүкен, ана жете. Шым соңына дейін шығу мүмкін емес. 20 минутта әлі бітпей атыр техникалар. Мынау новый екен, яки Туриндура. Одан қара бұқадық бәд. Мынау да бар. Енді бір жүрекпен, бір асықпай отырып, әдеміре видео монтаж жасап салуға болар еді. Бірақ оған қайда. Міне, Саймс деген биылғы 06 JSX-тардың өзгерген нұсқасы. Бұдан кейін бренд осылай шығуы мүмкін. JSX-тер дегендердің бәрі Саймсқа өзгеруі мүмкін. 200 күп қайқы белдер. Сосын міне біреуді әйелше мото деп сұрап жүруші еді ғой негіздер. Осы жерде бір тал ғана бар. Одан кейін міне электробеліктер, Yamaha Uber'лер, міне ең хит модельдер міне. Осы мотоциклдерді қиын жақсы көрем, сынбайды. Міне квадроцикл сұраған кісілерге міне жерде міне 1-2 квадроцикл тұр міне. Автомат коробка. Мынау бар міне. Мына жерде Dayang деген бренд. Трицикл. Міне электр трициклдер. Тонна ғой, в общем. Не аламын десеңіз сол бар. Міне. Енді мына жақтағы да, в общем, бізбен оқсас, қатты бір өзгеріс жоқ. Benali, KMT деген брендтер. Қатты өзгеше нәрсе болса айтам сіздерге. Мына өзгеше екен міне, Хаужи, нағыз бренд. Бағасы да тамаша, өзі де тамаша, өте жақсы жүреді. Осы биыл жақсы сатылып жатыр. E-Max па, Z-Max па. 3 кофрасымен. Сосын кейін мынау өзгеше екен, мынау ешкімде жоқ, көрмедіңіздер жаңа. Тағы не бар өзгеше? Өзгеше. Мына жақта бір өткенде бір не көрдім ғой деймін. Типа спортбайкқа оқсайтын. Электр міне. Міне мынау бар. Ешкімде жоқ. Электробайктар. Вот мынау тамаша. Мынау бар екен, Tank Pro дейді. Мынау бар, танктың жаңа версиялар. Сыба қосып жүруші еді, Сыба деген мынада өзінде бар. Осы, в общем. Осы да қатты өтеді. Үлкен кісілерге болады бұл. Немересін алып олай жүргенге. Зерігіп қалмайтын. Одан мынау тамаша міне жаңбырда. Осы жағдай. Қандай да бір техника қызықтырады, скриншот жасап маған жібересіздер. WhatsApp-ымда айттым, 8707-730-0952. Есім Самархан Болат. Мото Қазақстан және 234 KZ сайтының жетекшісі, төрағасы, президенті деп айтайын ба? В общем, сондай. Хабарласамыз, жазамыз, сұраймыз, ары бері туда-суда WhatsApp-та жазамыз.